Мен Сон Александр, Талдырған қаласының Жетісу еріктілер ұйымының және Жаңғыру жолы ұйымының белсенді мүшесімін. Менің ұлтым кәріс болса да, мемлекеттік тілді құрметтеп, қадірлеп, мақтан тұтамын. Мен өз елімнің патриотымын. Оған дәлел, мен студент болсам да, бос уақытымды еріктілікпен айналысуға бет бұрдым. Мына еліміздегі қиын кезеңде жалғыз басты ата әжелерге, көп балалы аналарға көмек көрсетіп азық-түлік тастым. Мен әр кезде қол ұшымды созып, еліме, жеріме, отаныма деген махаббатым деп санаймын. Және осы сөздерімді келесі өлеңмен аяқтасақ. Ана тілім арым менің, Алла берген бағым менің. Қасиетті қазақ тілім, келемін осы тілде алып білім. Туған тілді, туған дінді ұмытпа, жат қылықты ой санаңа дарытпа. Қазақ тілін биіктерге көтеріп, бұл жолда қамықпа, еш жау. Шан емес маған керегі, көк тудың желбіреген